Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 3-ші сынып қазақ тілі сабағы. Бүгін бізде 11-ші сабақ. 41-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Ағаш ек. Адам таза ауамен дем алады. Адам демінен шыққан ауа қайта жұтуға жарамайды. Ал таза ауа қайдан келеді деп ойлайсыңдар? Таза ауа ешқайдан да келмейді. Айналамыздағы ағаштар жарамсыз ауаны жұтып, өзі үшін қажетті иісті ұстап қалып, онымен қоректенеді де ауаны тазартады. Үйлердің айналасында, көшеде, аулада өсіп, жапырақ жайып тұрған ағаш неғұрлым көп болса, ауа да соғұрлым таза болады. Таза ауамен дем алған адамның дені сау, көңілі хош болып, ұзақ өмір сүреді. Сол себептен бабаларымыз өмір жасыңды ұзартқың келсе, ағаш ек деп өсиет айтқан. Спандияр Ақаев. 41-ші жаттығуда мәтін не туралы? Мазмұнын айт. Мәтін ағаш егудің пайдасы туралы. Қысқаша мазмұнын айтатын болсақ, балалар, таза ауаның адамға аса қажет екендігі, адамға пайдалы жақтары және таза ауа айналамыздағы ағаштардан келетіні туралы айтылған екен. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Мәтіндегі негізгі ой ағаш егу және оның пайдасы туралы. Мәтіннің түрін және бөліктерін анықта. Мәтін пайымдау мәтіні. Мәтін 3 бөліктен тұрады. Мәтіннің басы, негізгі және қорытынды бөлігі. Мәтін неліктен ағаш ек деп аталған? Қалай ойлайсың? Себебі мәтінде ағаш егудің пайдасы туралы айтылған. Бабаларымыздың өсиет сөзін көшіріп жаз. Өмір жасыңды ұзартқың келсе, ағаш ек. Қырық екінші жаттығу. Ұйқасын тауып жаз. Жазған өлең бойынша өзіндік ой тұжырым жаса. Аң мен құсқа қорған, болған қалың орман. Құлпырып көк өсер, құйған сайын нөсер. Тұрысбек Еділбаев. Ал енді балалар, осы өлең бойынша өзіндік ой тұжырым жасайтын болсақ, аң мен құсқа қорған болатын ол орман екен, ал жаңбыр нөсерлетіп жауса, шөп көп өсетіні туралы айтылған. Қырық үшінші жаттығу. Табиғатты қорғау үшін не істеу керек? Тақырыбында пікір білдіруге арналған сұрақтар құрастыр. Бірінші сұрақ: табиғатты қалай қорғаймыз? Екінші сұрақ: көгалды басып өтуге бола ма? Үшінші сұрақ: қоқысты қайда тастау керек? Төртінші сұрақ: ауаны тазарту үшін не істеу керек? Деген сұрақтар құрастырдық балалар. Қырық төртінші жаттығу. Сөздерді мағынасына қарай орналастырып, өлеңді оқы. Мұнда балалар біріншісінде жерге бай, көлге бай, шалқар, елім менің айдынды. Мағынасына қарай орналастыратын болсақ, балалар, елім менің жерге бай, айдынды шалқар көлге бай. Өлеңнің мағынасын топта талқыла. Өлеңде еліміздің жер көлемі үлкен екендігі, онда көптеген көлдер бар екені айтылған екен. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.